Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Тілек, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын және өте оңай жасалатын творогты печенье жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен творогымызды ыдысымызға саламыз, артынша бөлме температурасымен бірдей майды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Артынша қантымызды саламыз да жақсылап однородный масса шыққанша араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде қоймалжын, қаймақ секілді, сұйқылтым, осындай масса шығу қажет. Оның үстіне ұнымызды бірінші бір бөлігін, одан кейін қалған бөліктерін екіге бөліп осылай араластырып аламыз. Артынша бізде қолға жабыспайтын өте жұмсақ тесто дайын болу керек. Тестомыз жақсы формада болуы үшін оны жарты сағат холодильникке салып қоямыз. Одан кейін тестомызды жақсылап жазып аламыз. Ол қатты жұқа болып кетпеу керек, қатты қалың болып кетпеу керек. Орташа қалыңдықта жазып алғаннан кейін үстіне қантымызды сеуеміз. Сеуіп болғаннан кейін біз осылай турайтын боламыз. Видеодағыдай көрсеткендей турасаңыздар, немесе өздеріңіз қалаған формада жасасаңыздар болады. Мен осылай турап алдым және де рулет қылып айналдырдым. Осылай дайындап болған печеньелерімізді духовкаға 170 градусқа қызарғанша салып аламыз. Осымен біздің печеньеміз дайын, ол өте жұмсақ болып шығады және өте дәмді болып шығады. Шайға міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де печеньені қонақ шақырарда алдын ала пісіріп қойсаңыздар, өз формасын сақтайды және жұмсақтығын көпке дейін сақтайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.